Қайырлы күн. Биыл ата заңымызға 30 жыл толуына байланысты елдіктің асыл тірегі атты бейне челленджімізді бастаймыз. 34-ші бап. Әркім Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеуге міндетті. 36-шы бап. Қазақстан Республикасын қорғау, оның әрбір азаматының қасиеті, парызы мен міндеті. Статья 7, пункт 1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык. Конституция Республики Казахстан. Статья 28. Гражданину Республики Казахстан гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям. 18-ші бап. Әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауына, өзінің және отбасының құпиясы болуына, ар-намысы мен абыройлы атының қорғалуына құқығы бар. Статья 8. Республика Казахстан уважает принципы и нормы международного права, проводит политику сотрудничества и добрососедских отношений между государствами, их равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного разрешения международных споров, отказывается от применения первой вооруженной силы.